Бүгін бізде қонақта театр және кино актері, режиссер Дәурен Серғазин. Біздің ата-анамыз біздің ешқайсымызға мамандық таңдауда ешқандай шектеу қойған жоқ. Роліңе қатысты айтылған актерлік шеберлігіне? Мысалы, әкеме брат или брак ұнамайды. Күрделі образдарда әлі болған жоқ сияқты меніңше. Қайсысы басымырақ? Сапа басымырақ деп айта алмаймыз ғой. Сапа емес, ақша жағы басым шығар. Оқуды жалғастырмадың. Неге? Мен фантазияма берілем де болды. Ондай адамдарды кездестірдің бе? Қайдан білесің ол адамдардың келіп жатқанын? Президенттің, әкім, депутаттардың аузынан театр деген сөз естілсе қуанып қаламыз. Жыламаған балаға емшек жоқ. Біз жыламайды дейсіз бе? Біз жылда жылайды. Бізде театрлар жиналады. Не қорқыныш ол енді? Сонымен бұл парадокс. Сіздермен бірге мен Асхат Садырбай, Перизат Мырзахмет. Бүгін бізде қонақта актер, театр және кино актері, режиссер Дәурен Серғазин. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош келдіңіз. Көргенімізге өте қуаныштымын. Әзер жеттік бұл сұхбатқа. Жеті айдай күттік, бірақ үмітіміз ақталды. Келгеніңе көп-көп рахмет. Неге ұзақ ойландың сұхбат беруге әлде? Жоқ, ойланғанда емес енді. Бір солай болады. Уақыт. Содан кейін енді өзім аса бір сұхбат беру ол жағына қызықпайтын дүние болғаннан кейін солай бір баруға, асуға, сондай жерге баруға бір ниеттенбегеннен кейін қатты сол бір ысырыла береді де бір. Не қызық сонда, киноға түсу қызық, театрда ойнау қызық? Енді менің жаңағы кеңістігім сол нәрсе қызық. Театр, кино, сол жақтан көбірек көңіл бөлемін. Енді негізгісі театр ғой. Театрда көп уақыт бөлінеді. Кино енді ол анда-санда жоба болса, қызықты жоба болса. Бірден өткен бағдарламамыздың қонағын сұрағынан бастасам деп отырмын. Өйткені ол кісінің аманаты еді. Бірден осы сұрақтан бастамшы. Дәуренге ғой деді ма? Жоқ, Дәуренге ғой деген жоқпыз, білген жоқпыз кім келетін, бірақ ол бірден әңгімені содан бастаңызшы деді. Шахкерімнің сұрағы, сіз өтірік айтасыз ба деген сұрақ. Мен енді өтірік айтпайтын адам кездестірген жоқпын. Ондай адамдар бар шығар. Иә, кейде болады, кейде өтірік айтамыз. Ол енді жақсы өтірік бар, арам өтірік бар. Әрине, арам өтіріктен ада болуға тырысамыз. Көңілге байланысты, ниетке байланысты анда-санда кейде өтірік айтатынымыз бар. Бірақ біреудің көз жасына қалатындай, біреудің ала жібін аттайтындай, ондай өтірік болған емес деп ойлаймын. Әсіресе осы өнер адамдарына бұл өте керек нәрсе сияқты қой, мамандықта. Керек нәрсе емес, ол солай мәжбүрлік болып кетеді ол. Кез келген өнер саласында емес, кез келген. Бірақ актердің өтірік айтып тұрған, өтірік айтпай тұрған ажырату қиын сияқты ғой. Оның ішінде Дәурен Серғазин. Жоқ, мен енді өмірде мүлдем актерлікті қолданбаймын. Оны қолдана алмаймын да. Сахна, кинодан тыс шыққан кезде мен өзімнің қарапайым адами болмысына енем, сондықтан менің өтірік айтқан білім қалуы да мүмкін. Сондай ма? Бірақ енді оның қай уақытта Дәурен ойнап жатыр, қай уақытта ойнап жатқан жоқ. Шықты ма рөлден шықпады ма деп қарап тұрсың. Мен бүгін енді өтірік айтпауға тырысамын, содан енді байқарсың. Ал, жақсы. Жақсы. Теміртауда туылған, бірақ негізі Талдықорғанның ар жағындағы ауылда өстің, ата-анаң да сол жақта. Қазіргі таңда Қара шаңырақта кім тұрады? Ағаң қолда емес менің білуімше. Иә, Қара шаңырақта әке-шешем өздері жалғыз, бәріміз енді жан-жаққа жұмыспен әр қаладамыз, әртүрлі қаладамыз. Әйтеуір сол қол босаса, демалыс болса, сол ауылға баруға асығамыз. Негізі енді Теміртауда тудым, әке-шешем заводта істеді, сол жерде туылып, бірақ 3 жасыма келгенде қайттан ауылға көшіп бардық. Әкелерім, аталарым сол Қапал жақтан, сол жақтан өстім, топырақты аунап, суын іштім. Сондықтан өзімен Қапалданмын деп айтам көбінесе. Туған жерім Теміртау болғанмен. Қара шаңырақта кім қалады? Өзің қаласың ба, әлде ағаң қала ма? Әлде ондай әңгіме жоқ па? Ондай әңгіме жоқ, енді уақыт көрсетер. Қалу, енді ауылда қалу қазірше енді мен ауылда әзірге енді қаламаймын, өйткені жұмысым бәрі басқа жақта. Әке-шешем түбі енді біреуіміздің қолымызда келеді, біз әрқашан құшақ жая қарсы аламыз. Олар өздері енді ауылдан аса әзірге кеткісі келмейді, өйткені сол жаққа әбден үйреніп қалған. Астанаға келсе де ауылға асығып тұрады. 1-2 күннен кейін қайтайын деп тұрады. Сондықтан енді әзірге Қапалда.
Аны мен бір видеоңызды көргем. Сіз түн ортасында үйге барасыз, екеуінде терезеден түсіреді, екеуінің не істеп жатқандары. Әкесі былай отыр, мамасы бірдеңе істеп жатыр. Күшті сүйкімді көріністі, сондай бір андай. Күтіп отқан жоқ сіздің келгеніңізді, сюрприз болды. Тура енді әкешем ол видеоны, мамам ол видеоны ұнатпайды өте. Неге? Енді мамам андай білдіртпей түсіргенді, сондайды ұнатпайды. Оған суретке түссең де ол кісі дайындалып, шашын тарап, әдеміленіп түсу керек. Иә, өзі жек көрем бұл видеоны деп айтады. Бірақ студент кезден сондай бір әдет қалыптасқан, білдіртпей барып, сөйтіп қуантып. Негізі әдемі видео, олардың шын қуаныштары, бір шын сағыныштарын көрсеткен бір сондай. Иә, енді таза сондай бір қарапайым видео болды. Беспостыға ғой. Өзіңнің отбасын жайлы көп айтпайсың, бірақ ата-анаңды көрсетіп жүрсің, видеолардан көріп жүрміз. Анаңды сұхбат берген екен. Ағаң деп қалдық, ол футболшы. Иә, енді қазір ол тренерскийға өтті. Негізі футбол, молодежный жастар сборныйында ойнады. Қазақстан Қайраттан бастаған. Қазақстан біраз командаларын ойнады. Кейін шетелге Польшада, Грецияда ойнады. Соңғы жылдары Норвегияда ойнады. Қазір енді жасы үлкейіп, ол тренерскийға өтті. Спорт және суретшілікпен айналысады. Тума өзі жаңағы киімге, стенаға, кез келген жерге оқымаған, краскамен, акварельмен осындай картиналар салады, сондаймен айналысады. Әпкем бар, үлкен әпкем, ол да қазір шетелде жұмыс барысымен, және қарындасым бар. Ол осы Астанада, ол да менен кейін өнер жолын бастап. Бәрі өнердің айналасында екен ғой. Мен де сұрағым келіп отырған ғой. Ағаң футболды спортта ма десем, оның да өнері бар екен, сурет. Сол өзімде таңғаламын, бізде жалпы ағайындардың арасында өнерге жақын ешкім жоқ. Біз сондай болдық, білмеймін енді, өнерге жақын және қолымыздан бірдеңе жасауымыз келіп тұрады. Әпкем де, әшекей жасайды өз қолымнан, мен де бір нәрсе жасауға, сол ағамда да, білмеймін, сондай. Әке-шешемізден дарыған сондай қасиет, басқа хоббиларымыз көп, сондай болды. Бұлай үйде әкең кішкентай кездерінде ағаштан бір нәрсе жасап, бұндай. Ол кезде енді шеберхана болған жоқ. Шеберхана болған жоқ, бірақ ол кездің шеберханасы қора салу, сеновал салу, телевизор жөндеу, содан балаларына тән. Өйткені есімде әкеме қарап таң қалатын, жаңағы болмайтын жерден шкаф ойлап тауып, автобустың ішінде мынандай стайтын нелер болған үйде. Соны құрап, полкалар жасап, соны таң қалатын, қалай әкем миы жетеді. Ол кезде енді интернет ештеңе жоқ, қолдың шеге балға, бұрғы, мынандай қол бұрғы. Соған қарап, менде біраз содан маған келді-ау деп ойлаймын. Әйтеуір кішкентай кезімде әкеме таң қалып өскенім есімде. Демек, Теміртауда кенші болмағанда мүмкін ол кісі. Ол да өнер жолында болатын. Мүмкін. Актерлік өнер таңдауыңа ата-анаң қалай қарады? Енді біздің ата-анамыз біздің ешқайсымызға мамандық таңдауда ешқандай шектеу қойған жоқ. Осындай боласың ба деп айтпады да. Кім болғың келеді? Осынау болғың келеді, мақұл. Мынау мамандық былай-ау, мынау жақсау деген онда ештеңе естіген жоқпыз. Мысалы, ағам айтты, спорт деді. Спортқа кетті. Кім не қалады? Соған бар жағдайды, біздің арманымызға орындалуына бар жағдайды жасауға тырысты. Сондықтан біз өзіміздің армандаған мамандықтарымызға түстіп, сондай болды. Өте керемет нәрсе. Мысалы, енді әсіресе осы буын 80 жылдан былай қарай көбісі айтады, ой, әке-шешеміз айтқаннан кейін юрист болып кеттік, жаңағы экономист болып кеттік, арманымызға жете алмай қалдық дейді. Арасында әйтеуір осындай бір сирек ата-аналар шығып қалады, жаңағыдай балаларының арманын орындаған. Енді ойлаймын, мен мамам мысалы өнер адам болғысы келді кішкентай кезінен. Балетке қатысты, биші болғысы келді. Мүмкін сол орындалмайған арманы бізге көшкен шығар. Неге орындалмай қалған екен арманы? Түсе алмай қалды ма? Білмеймін енді, жаңағы жоқ, ешкім қарсы болмаған шығар, сол тағдырмен әйтеуір ол кезде енді білмеймін қалай болғаны, неге түсе алмады. Әйтеуір күйбең тірлікпен, отбасымен ауылға кетіп, содан кейін ал былай мамамда өнерге, биге, әнге жақын. Сол бізге сол шығар. Біздің көргенімізді көрмесін, қайда армандағысы келеді, сонда барсын деп, мүмкін ниеттерде сондай болған шығар. Демек анаң да әнін айтады, өнері бар, тегін адам. Өнерлі емес отбасынан шықтым дейсің, өнерлі отбасынан. Жоқ, енді өнер жолын қумаған отбасы, бірақ енді әрине, мамам да әкем де өнерді жақсы көреді, өнерге өте жақын адамдар, ішіндерінде өнер сайрап тұр. Әйтеуір тегінде бар, короче. Бір сұхбатында айтқан екенсің, енді не үшін актер болдыңыз деп сұраған ба, білмеймін не деп сұраған.
мені сол туысқандарым теледидардан көрсе деп армандадым деп. Енді білмеймін, қатты ондай болмаған шығар енді. Көрсе, теледидар көрсе деген, енді ол кез келген бала актердің арманы ғой. Актер болғанда туысқандар көрсе, ең бірінші әке-шешең көрсе, батасын берсе, ол енді арманға жатады деп ойламаймын. Жалпы осы арманым киноға түсу болатын. Киноға түссем, енді үлкейген кезде бір 10-11 класстарда осы арман пайда болды. Ол кезде театр деген не екен білмейміз. Әйтеуір кинодан көріну. Ол арман әлі де бар. Театрда көп жұмыс істегенмен, кино мен үшін сол әлі жоғары биікте тұрған армандардың қатарында. Енді бірақ түсіп жүрсің ғой киноларға. Қазір ол басқа киноларға келеміз. Киноға түсіп жүрсің. Ағайын туыстарын көрді, атанаң көрді. Қандай да болсын, ішінде бір тыныштық көңілде пайда болды ма? Әрине. Туысқандар мақтанады, қайда барсаң да, ол біздің бала деп мақтанады, ауыл аймақ мақтанады. Фамилиям шығарып жүрсін деп негізі мақтанышпен қарайды. Әке-шешем енді мақтанады ғой кез келген. Кейде ренжиді, сұхбат берем ғой телевидениеда, енді жиі болған кезде енді айтпайсың ғой, оның бәрі бізде күнделікті процесс сияқты. Анда сұхбат па, сол мама звондап ренжиді, ана жақта сұхбат беріпсің, айтпадың деп. Бізге ол жай нәрсе болып қалған сияқты да. Таңғы бағдарлама барып 15 минут сұхбат беру. Бұрын енді бастапқы кезде, ой, ана телевидениеда шыған, бүкіл туысқа хабарласыңыздар. Ол кезде сондай кез. Таңсық еді ол кезде, қазір жай қараймыз да. Бірақ әке-шешем өтірік мақтамайды мені. Ұнамайды киномды айтады. Мына киноларың ұнамайды. Мына киноң ұнайды. Қайсын айтты десең? Мысалы, әкеме брат или брак ұнамайды. Неге? Телевидениеда айтты. Енді білмеймін. Аралас тілде болған үшін бар рөлі ма? Жоқ, рөл үшін шығар енді. Оны нақты сұрамадым. Мен оны дұрыс қабылдаймын. Әкешім өйтіп айтқанында маған өте дұрыс. Жай көңілге қарап бізде өтірік айтасы ол жоқ. Сол қасиет жақсы. Сондықтан оны бәріне ұнау мен үшін бәріне ұнауымыз керек деген шарт емес өнерде ол. Сондықтан ризамын, әкешім осылай тіге айтады. Әкеңізге түсіндіре алдыңыз ба? Ол образ екен. Жоқ, оны мен түсіндіріп қайдым, мен жымиып мақұл енді. Сол бірақ фильм ұнамады ма, жоқ әлде басқа да ұнамай қалған фильмдер бар? Бар шығар енді, оны мен сұрай бермеймін. Әйтеуір осынау фильм шықты, осындай деп әйтеуір көрсетеміз. Ары қарай енді өздері біледі ғой, енді білем әйтеуір батасын беріп. Ал ұнаған фильмдері қайсы? Енді Казбат военный тақырыпта, енді әкем еркек болғанның мүмкін менің жаңа қашып таяқ жеп жүрген әке ретінде ұнамайды шығар. Бірақ енді ашуланды онда айтпайды. Енді былай қарапайым түрде жоқ, ол фильмдер аса ұнамайды маған. Казбат ұнайды деп осылай айтады. Мамам да осылай. Ол кісілер пранк махаббат деген қойылымды көрді ма? Жоқ, көрген жоқ. Ондай қойылымдарға да кейде бір киноларға айтпаймын, жаңа айтпайтын да сол кейбір кинолар осы киноны көрмей қойсын, жаңа кейбір спектакльдерге бұны көрмей қойсын деп кейде шақырмай қойым. Хотя бы киноны көрген жоқ қой? Білмеймін, әйтеуір кейін ютубтан әйтеуір айтып атады, мына киноны көрдік, мына киноны көрдік деп. Ол дайын қазір бізде қалыпты процесске айналып кетті да. Ең басты сыншы сен үшін кім, анаң ба, әкең бе? Енді олар көп сын айтпайды. Бірақ бәрібір де сенің ішінде тұрады ғой. Басқалардың сыны бір бөлек, бірақ мына адамның сыны мен үшін бәрібір басқа. Анамның сыны ғой, жаңа тек қана өнерде емес, өмірде де сол кісінің сөзі, сол кісінің көңілі мен үшін бірінші орында. Өзіңізге ұнамайтын рөлдер бар ма? Мысалы, жаңа айтасыз ғой, киноға түсіп жатыр ма, арманым орындалған сияқты, бірақ әлі де бір жабылған жоқ ол гештальт, сондықтан бір рөл бар ма армандайтын, Дәурен армандайтын рөл осындай болса? Маған енді ұнамайтын рөлдер, ұнамаған рөлдері жоқ, өйткені мен оған енді ой, әттең-ай деп қараудың қажет жоқ, өйткені мен келістім, қалай болатын білдім, мүмкін жаман шығу мүмкін деген жорамал өзіме жасадым, өзімді соған дайындаймын. Мына кино өте нашар шығу мүмкін деп алдын ала жоспарлап алғам. Сондықтан қалай шықса да мен оны жеңіл қабылдаймын. Болмай ұтпай қалған проекттері болды енді. Жалпы фильмдер болды, аса жақсы шықпаған, бірақ оған әттең-ай деп қарамаймын. Болашақта енді сол рөлдер тереңдігі маған қиын деген, осыны оқып мына рөл қиынау, қиналамын-ау деген рөлдер ұнайды негізі. Өйткені
қиын болмаса бір оқи салып оны түскін де келмейді, оны өзің қиналмағаннан кейін өсу процесі болмайды. Сондықтан ауасы кең, қайшылығы көп, терең, сомдауға қиын келетін рөлдер, ойландырып, толғандырып, қиналтатын, терелететін рөлдер әрбір актер соны аңсайды деп ойлаймын. Киноға түсуді әлі де армандаймын деп қалдың жаңа. Тағы бір сұхбатында айтқан екенсің. Мен әлі де өзімнің киномды тапқан жоқпын деген сияқты. Енді киноны тапқан жоқпын дей алмаймын, өйткені бүгінгі дейін немесе түскен фильмдерің ауыз толтырып айтарлық емес па? Жоқ, осы күнге дейін түскен киноларыма шүкір демесем онда дұрыс емес шығар, өйткені әрбір киноға түскен сайын, кино шыққан сайын мен бұрынғы балалық шағымды еске аламын да, қойып алып жүрген. Сол кезде айтам, сен сол кезде осынау күнге жетем деп ойладың ба? Бұндай әйгілік демей қойын, осындай енді жетістікке жетем деп ойладың ба? Жоқ, ойлаған жоқсың. Сондықтан шүкір, қанағат, бақыттымын деп айтам. Кино армандаймын дегенде, жаңағыда айтқан, әлі де кинода бір үлкен бір нүкте қоятын дүние мүмкін жасалмадым деп айтуға болады. Бірақ ол сонда сен өзіңе қатысты ма, рөліңе қатысты айтылған, актерлік шеберлігіне? Актерлік шеберлікке де, рөлге де қатысты шығар. Ондай бір күрделі образдарда әлі болған жоқ сияқты меніңше. Бәрі көбінесе сенде комедийный. Жоқ, енді күрделі рөлдер бар. Қайсы күрделі болды? Аштық қой. Ол мен мүмкін сұмдық рөл сомдаса да маған әлі де жетпей тұру мүмкін. Сондықтан ол арман емес, ол бір қала беретін нәрсе. Қанша рөл сомдасам да ол аштық, қаштық, әлі де сұмдық нәрсе жасасам деген аштық ол өмір бақи қалатын шығар. Сондықтан мен сол міне жеттім ау деп, мысалы театрда көбірек деп айта аламын. Кинода міне тух деп бүйтіп деп айтатындай әлі мен жеке мүмкін жеткен жоқпын. Мүмкін менікі қанағатсыздық шығар. Жоқ, қанағатсыздық емес, ол керісінше іздену процесі ғой. Өйткені мысалы Асанәлі Әшімов десең, бірден Бекежанды есіңе аласың да. Қыз жібек десең, Меруерт Өтекешева. Әділахмет десең, анаға апарар жол мысалға. Сол сияқты да, Дәурен деген кезде, міне мынау рөл дейтіндей, пока әлі жоқ сияқты менің. Жоқ, енді ол айта алмаймын, өйткені қайсы? Мен енді өзім мынау былай деп айтамын, мен халықтан айтамын. Ауылдағылар алдар көсе дейді, мысалы Әлі Мәди дейді, брат или брак дейді, прокурор дейді, анау дейді. Соған қарап, мен ойлаймын, енді бұның өзі де мен үшін мысалы үлкен жетістік. Бірақ бәрібір де іште бір арман бар. Іште әрине ол арман өлмейтін де шығар. Енді біз шетелдіктермен салыстырамыз ғой, не болса да, Голливудпен салыстырамыз да, сол салыстыруға келгенде мүмкін кенжелеу шығармыз. Солар сияқты үлкен рөлдер, солар сияқты қиын образдар деп әйтеуір сол ашқарақтық қой біздікі өнерге, рөлге деген. Генерал болмайым деген солдат, жаман солдат дейді, сондықтан әрі рөл іздемеген актер жаман актер дейсің. Генерал болуды армандамаған солдат емес дейді, сарбаз емес. Қазір кино мен театрға жеке-жеке тоқталамыз. Біліміңе қатысты тоқталып кеткім келіп отыр. Жаңа айтып отырсың, кішкентай күнімнен 10-11 жаста фильмге түсуді армандадым, мен оны көрдім деген сияқты. Актер болам деп Жүргеновке келдің, өнер академиясына. Нұрхан Чақпайдың қолына түстің, театрға алып кетті сені. Театрдың енді басым, енді көбінесе театрға дайындайды ғой енді ол жерде. Группаластарыңмен әлі күнге дейін бірге келе жатсыңдар, әріптес болдыңдар. Бір сұхбаттарында айтқансың, Нұрхан ағай жоқ кезде мен сол жерде жетекші болып қалатынмын, бүкіл ол ағайдың жаңағы сахнадағы жұмыстарын, қоюшы режиссер ғой енді, сол жұмыстармен атқаратынмын деп. Қазіргі таңда да режиссер болып жүрсің, қойылымдарың шығып жүр. Қай уақытта Қуанның киноға ең алғаш шақыру алған кезің ол қай уақыт? Қымызхана жобасы ол телевизиялық жоба болды менің білуімше. Бірақ сол арқылы Әділ екеуің көбірек таныла бастадыңдар. Ең алғашқы оған дейін біраз уақыт жаңағыдай шөлдеп жүрген сияқты болды. Ол енді біз оқу бітіріп, 4-ші курс оқу бітіргеннен кейін түскен телевизиялық жобамыз. Оғанның өзіне біз әрең дегенде түсеміз бе түспейміз. Өйткені бізде кішкене академияда майда-шүйде нәрсеге түспеңдер, жаңағы ситком бірдеңе арзан дүниеге түспеңдер деп жаңағы әбден нетіп тастайды да. Қазір ғой ол қайда болсаң әйтеуір актерлар тұмсық тыққысы келіп тұрады, біз ол кезде қалай түсеміз бе? Бірақ түскен әйтеуір келісіп түсейік не де болса барайық деп түстік. Кішкене таңылдық, одан кейін бізге үлкен тәжірибе болды, камерамен жұмыс істеу деген сияқты. Үлкен майталмандармен сахналас болдық. Одан кейін
жалпы киноға менің баруымның басты себебі ол театр. Өйткені киноға шақырған адамдар бізді театрда көргеннен кейін барып, біз танылып, содан кейін шақырды. Ол кезде Ермек Аманшаев ағамыз бар, Арман Асенов, осындай бір туар кісілер бізді театрдан көріп, ревизорды көріп, содан кейін шақыртып алдық. Алғашқы енді Кончаловский «Возвращение в ад» деген Афганистан туралы фильм болды. Сол жерде бір үлкен рөл емес, бірақ ең алғашқы үлкен киноға сол шақыртып алып, әрине қуанышта шек жоқ. Әр кинодан кейін бітті, мына кино шыққаннан кейін ойбай, жұлдыз болып кетем, сұмдық болып кетем деп жаңа өзіңді нетесің, бірақ киноның буы басылғаннан кейін жаңағы сейіліп қалады. Сондықтан әр киноға барған сайын жаңа адам болып барасың. Өз-өзің сөйлесің, мына өткен нәрсен бәрін ұмыт, сен жаңа адамсың. Ол кино шығуы мүмкін, шықпауы мүмкін, мықты болуы мүмкін, жаман болуы мүмкін, сен рөлің нашар болуы мүмкін деп жан-жақты өзіңе сынды. Мен енді өзіме өте қатты сыншымын, ең бірінші сыншы өзім. Өзімді батпаққа да салам. Ой, сұмдық жұлдыз болып кетем деп мақтауды айтам. Өйстіп бәріне өзім дайындап алғаннан кейін, ол кино шыққаннан кейін кез келген сынға, кез келген мақтауға жеңіл қабылдаймын. Дәурен, сен әлі күнге дейін антагонист ойнап көрген жоқсың, иә? Ылғи тек қана протагонист. Антагонисттің элементі бар образ болды. Қара шаңырақ деген сериал болды, 100 сериал. Сол жерде енді кенже баласы кішкене жаңағы ақшағы болып, теріс жолға түсіп, сондай элементтер бар образ сомдаған бар. Бірақ тур антагонист деген 100% антагонист сондай болған жоқ. Ойнаған келе ме, жалпы? Әрине келеді. Мен рөлдерімді жанрға, характерге бөлмеймін. Мен үшін қызық, мен үшін қиын. Бұрын сомдалмаған рөлдер болса, жұмыс істеуге болады. Неге саған ондай образ тимеді бұл уақытқа дейін? Әлде өзің қабылдамайсың ба, әлде ұсынбай ма ондай рөлдер? Ұсынбайтын шығар. Өйткені бізде енді кинода қалай бірінші алғашқы қандай рөлмен жатталып қалсаң, саған сондай рөлдер шақырады да. Мысалы, брат или брак шыққаннан кейін көп шақыртулар келді. Ботаникті ойнау керек, қашатын адамды ойнау керек, таяқ жейтін адам ойнау керек, келіңші деп. Жалпы солай бізде. Кімді қалай көреді, бол бизнесмен ба? Бол бизнесмен бол. Бандитті ойнадың ба? Жақсы бол. Өмір бойы бандит ойнап кетесің. Сондықтан қазір мен бүйтіп таңдаймын, өте қатты таңдаймын. Жаңағы комедия жоқ. Кейде ана бір күні қалжыңдадым да, комедия ма? Жоқ, маған Байбек қана болса шақырыңыздар. Комедияға бармаймын. Бір айдан кейін жаңағы Казбаттан звондайды. Осындай серия. Болды. Ақшасы да аз. Бұлай 2 ай түсіріледі. Келсем, өйткені маған ол керек болды. Біздер актерлар дайынбыз әртүрлі нәрсеге. Тек сондай кездеспейді да, сондай режиссерлар мына жағында ойнай алады деген актерді қырынан көре алмайды кішкене. Одан кейін уақыт ол, режиссер сындырғысы келмейді, ол қойшы, ананы шақырасашы болды, ойнап жүр ғой бизнесменді, сол ойнасасыншы, ол уақытқа тіреледі, ақшаға келіп тіреледі, сондықтан одан кейін сол кім мына рөлге, кім мынау деп бізде кішкене дайын процесспен жұмыс істейді, аз уақытта ол дайындық, репетиция, қазір читканың өзі жоғалып кетті кинода. Кейбір проекттер ғана бар, читка істейтін. Ал қазір міне сол күні келдім, өтіп болды. Ол енді сценарийға да байланысты, режиссерларға да байланысты көп. Жаңағы қазір енді көп та оқымаған режиссерлар, кез келген мамандықта оқымаған, енді бізде қазақта сол ғой, дипломға байланысты емес. Өнер адамы спортсмен басқарады, спортсмендер шахтер басқарады, шахтерді медик басқарады. Сондай болып кеткеннен кейін енді өмірдің қазіргі өнердің ағымы сол. Соған икемделеміз, не істейміз? Бірақ таңдайсың. Барлық киноға, сериалға бара бермейсің. Жоқ, таңдаймын. Белгілі талаптарың бар ма қоятын? Дипломы бар режиссер. Ондай болса үйде отыратын сияқты, ұзақ отыратын сияқты дейді. Жоқ, талап шығармашылыққа байланысты. Жалпы проект, жалпы киносценарий беретіні бар ма? Көрерменге қызық па? Екінші, менің рөлім мен үшін қызық па? Негізгі осы екі талап. Қалған ақшасы, түсірілім уақыты, тұратын жері ол екінші пландағы нәрсе. Сондықтан таңдаймын. Айна бола ма, мысалы, кейде тым көп или тым аз ойнайтын кезде қалай есептеледі актерларда, мысалы, бір айда мен бірнеше сериалға қатарынан түсем? Менде енді ондай жоқ, өйткені мен өзі жылына 1 рет немесе 2 рет түсем. Ол ұстаным ба, жоқ әлде шақыру сондай келе ме? Ұстаным емес, солай өзі келеді. Өйткені
көп арзанқол дүниеге енді бара бермеймін, өйткені менің мына жақта жұмысым бар, ол жаққа түскенше мен осы жақта егер мен театрда істемесем, мүмкін мен көбірек түсірер едім. Одан кейін түсірілімнің бәрі Алматыда болғаннан кейін ана сериалға да енді ақша үшін мынаған да түсіре беретін едім, бірақ енді менде мына жерде басқа одан да қызық нәрсе болғаннан кейін мен ол жақтағы театрдан қызық емес нәрсеге дүниеге қызықпаймын. Сондықтан менің қанағатымды, қызығымды жауып тұратын театрым бар. Сондықтан кейде ғана түсем, егер шынымен де жақсы проект болып жатса ғана. Оны да тағы қойып жатқаным, сол көп актерлар жаңағы айына бәленбай сериалға қатарынан түсіп жатады да, сосын жаңағы образды ойластыру, оған бір ерекшеліктер беру болмай қалып жатады да. Қатарынан мысалы бір актриса сол бәрін күлдіртетін келіншек болып ойнап жүр ма, сол 5-6 сериалда қатарынан сол келіншек болып ойнайды да, мысалы. Немесе бір трактористтің рөлін ойнады ма, сол тракторист бүкіл сериалда сол тракторист болып жүр. Көбінесе алматылық актерлар, енді сол артының бәрі сояқты болған соң. Ана площадкадан мына площадкаға. Өзінің несі ғой енді, өзінің жауапкершілігі, принциптері, өзінің таңдауы болмаса, сондықтан ол дұрыс емес деп айта алмаймын. Енді әркім ол жақта ол дұрыс емес деп те айта алмайсың, өйткені басқа нан табатын жоқ та, енді қалай ол, өзі ансыз, бюджет аз, ақша аз, сондықтан тағы түспе деп айта алмайсың. Енді осы жерде сұрағым келеді Дәуреннен. Қазір кинода, сериалда көп түсіріліп жатыр. Жақсы, бір жағынан жақсы да шығар, ал екінші жағынан сапа ше. Бізде қазір қай жаққа қарай бағыт алдық? Сапаға ма, санға ма, жоқ әлде қалтаға, тек қана кәсіп ретінде қалтаны ғана ойлап жатырмыз? Бізде бәрі бар. Сапаны қолдайтын режиссерлар бар, ақшаны қолдайтын. Қайсысы басымырақ? Сапа басымырақ деп айта алмаймыз ғой. Сапа емес, ақша жағы басым шығар. Табыс табу. Табыс табу, иә. Табыс табу. Бір жағынан енді жақсы да шығар, егер бүгін күні отандық кино өз-өзін ақтап табыс беріп жатқан, бұл өте үлкен қуаныш деп ойлаймын. Бірақ қандай кино? Комедия ғой. Барлығы. Түсінесіз бе, ол процесстен өту керек. Бірден 100 режиссер бірден шедевр түсіріп кете алмайды. Оған жету керек. Оған жету үшін сен бірінші реклама түсір, клип түсір, бірінші қолды күш жинап алу керек, фундамент жинап алу керек. Арзанқол комедия де түсір, мынандай. Ол енді мынау арзанқол комедия деп қарамау мүмкін. Ол үшін ол мүмкін бұл сұмдық кино шығар. Ол әркімнің өз таңдауы ғой. Ол менің пікірім де, арзанқол дүние. Мысалы, сол арзанқол дүниеге мынау сұмдық шедевр дейтін көрермен бар. Иә. Онымен санаспау мүмкін емес. Оған да сұраныс бар бәрібір. Әртүрлі сұраныс бар, сондықтан бізге жан-жақтылық та бар. Әйгілік үшін, бірақ меніңше сол қазір ақша жағы. Бірақ ол керек процесс. Одан өтпесе де болмайды. Халықты дайындау керек. Бұрынғы кинолар мысалы 90% орысша түсірілетін, 10% қазақша. Көрермен енді, ой, не мынау деп. Бірақ енді заман талабы солай болды. Ақша ақталу керек. Көрерменді өзіміздің отандық киноға дайындау керек. Қазір дайындап алды, одан кейін 50-де 50 келді. Қазір 90-80% қазақша тілде, бір киноның ішінде, мысалы 20% орыс. Ол бәрі көрерменнің талабына байланысты. Қазір енді 100% қазақша кинолар ақталып пайдасын беріп отыр. Бірден үйтіп, о кезде, мысалы 10 жыл бұрын 100% қазақша түсірілген киноны көрсең, мүмкін ақталмайтын еді. Оны көрермен бүйтіп дайындалу керек, көп көрермен оны түсіне бермейді. Бәрі де түсіріліп жатқан кинолар, сериалдар, ол көрерменнің талғамына байланысты түсіріледі, сондықтан солай. Жаңа оқуға қайттан келейінші, білім, диплом деп жатырмыз ғой, өзің магистратура оқыған жоқсың, е? Жоқ. Менде сол. Оқуды жалғастырмадың, неге? Енді білмеймін, бітіргеннен кейін бірден оқып алу керек та. Одан кейін қол тимей кетті ма? Қол тимей кетті, бір рет тапсырдым магистратураға. Түсе алмадым. Қашан, қай жылы? Осыдан бір 5-6 жыл бұрын тапсырдым. Қалай қалдың? Ағылшын жетпеді деші. Мүмкін ағылшын. Енді былай қарасаң ойлаймын, мен мысалы қазақтың өнерін көркейту үшін магистратура түсіріп жатырмын. Маған ағылшын тілін неге талап қоясыздар деп мысалы. Мүмкін қате шығар. Қаншама қазақтың балалары шетелді ғой, қазақтың театрын көркейткісі келіп, оқуға түскісі келеді, режиссер болғысы келеді, оларға ағылшын тілін тығып қойды. Бір қарасаң әділетсіздік. Бірақ болашақ үшін керек, шетелге шығу керек десең, ол әділетті болуы мүмкін. Енді ағылшын бар, анау бар, мынау бар, балым жетпей қалды, содан кейін салмадым, содан кейін платныйға түсті. Жарайды, көрейік деп платныйға түстім. Оның ақшасын төлей алмадым. Содан кейін оқудан шығарып жіберді. Енді қай университетке түскен едің?
өзіміз жүрген академиясында. Мен бірақ білет кіне алмаймын, өйткені өзімнен де бар шығар, жалқаулық оқығым келмейді де шығар. Жазғым да келмейді, оқығым да келмейді, осы жалқаулық шығар. Одан кейін осы оқымай-ақ, енді біз еркін суретші болғаннан кейін оқымай-ақ та неге көрмеске. Осы оқымағандық бір жақсы жері бар, бір жаман жері бар. Жаман жері сенің бір тірелесің де бір жерге. Үлкен өнер жасайым деген кезде сенің санаң бір жерге барып тіреледі, тупик. Жақсы жері сенде шекара жоқ та. Білмейсің. Мен мысалы спектакль қоямын, мен білмеймін қалай қоятынымды. Маған ұнады, болды қойғым келеді. Мен арнайы мынау былай басталу керек, осылай деген заңдылық жоқ. Жабайлық дейді ғой, өзім ылғи айтамын, жабай театр басталады. Жабай спектакль. Мен фантазияма берілем де болды. И өзім сынайым. Менің осы оқымай жасаған дүнием қаншалықты өтеді. Сол осы қиыншылықтан қалай өтем деп өз-өзіме қызықтым. Мен өз-өзіме ең қызық адаммын. Бұл айта бер. Сол қалай өтем, өте алам ба? Өтіп кеткеннен кейін ләззат сұмдық жақсы да. Сол ешқандай заңдылыққа бағынбай өнер жасаймын да, содан кейін ойлаймын осы қаншаға дейін барады екен. Бірақ тірелетін кез келеді-ау деп ойлаймын. Кейде бір тіреліп қалатын кезім болады. Енді сен бірнеше спектакль қойдың ғой. Мысалы, соны оқымадың, осы жеріне сол оқымағандықтан кемшілік болды деп айтқандар болды ма мысалы? Міндетті түрде ол айтылады. Өзіме білінбейді, мысалы, өз дүниең сұмдық нәрсе ғой. Спектакль қойдың, ойбай, қорқынышпен бұлай халыққа шығару. Бірақ үлкен додаларға түскен кезде майталмандар, сыншылар, үлкен адамдар айтып отырады. Оқымаған адам қойылғаны көрініп тұр. Сондықтан, бірақ ол мен оны мақұлдаймын. Мынандай парадокс бар. Өзің бір сұхбаттарында айтқансың. Біздің өнер даму керек, театр даму керек, ескіліктің жолымен келе жатыр. Бізге жаңашылдық керек. Біздің актерларды, режиссерларды шетелге оқуға жіберу керек. Мемлекет соны қолға алу керек дейсің. Бірақ өзің ағылшын тілін бізге қажет па деп, шетел болғанда қараңыз, біз енді театрдың біз үшін Ресейдің өзі шетел. Ресейдің театрының туған жылын қараңыз, біздікін қараңыз. Ресей Европаға жақын. Олардың театры дамып кеткен баяғыда. Оны мойындауымыз керек. Ой жақта режиссер өте көп, сценаристер, театрға байланысты маман о жақта ғылым болып кеткен. Ғылым, әртүрлі жолдарымен, тек Станиславский емес, басқа да білмейтін небір мектептер ашылған. Сол Ресейден оқып келгеннің өзі бізге былай жетіп отыр. Өйткені Ресейдің театры әлем мойындаған үлкен жоғары деңгейде. Бізге ол соң кейін біздің ол да тақиямызға тар етпейді. Біздің көріп келе жатқанымыз да Ресей театры. Біз шетелдің театрын көп көрмейміз. Бізге етене жақын. Бізге келген база сол Ресейдікі. Мысалы, біздің қазіргі оқыған мықты ағайымыз, ұстаздарымыз бәрі Ресейде оқыған. Біреу Америкадан оқып, кинода мүмкін керек шығар, былай қарай. Бірақ бізге театрдың Ресейдің өзі бізге сол жақтан оқып келген қазір небір мықты режиссерлар бізде бар. Ресейден оқып келген. Америкада театрдың өзі Станиславский әдісімен оқытылады. Менің білуімше, естуімше көп актерлары Станиславскийдің нелерін, теорияларын оқиды. Система көп. Станиславский бар, Чехов бар, өздерінің нелері бар. Біреу жақсы, біреу жаман деп айтуға болмайды. Кез келген нәрсе адамға пайдасын, адам икеміне байланысты береді. Бірақ осы ал Ресейден оқып келсек, режиссерларымыз, актерларымыз деп айтамаймын, өйткені бізде мықты жақсы актерлер көп. Режиссерлар мен драматургтар Ресейдің өзінен оқып келсе, мен ойлаймын, бізде үлкен өсу болады. Енді өзің айттың ғой бір сұхбатында, 30-ға келгенде сальто жасауды үйрендім деп. Артқа сальто жасауды. Мысалға. Үйренемін десең үйрене аласың ғой. Әрине үйрене аламын, бірақ мен осыған үйреніп қалдым, маған осы әзірге комфортты. Мен өйткені түбегейлі режиссерлыққа кетем деп айтқан жоқ, мен ол жаққа кетпеймін түбегейлі. Өйткені мен білем, ол жақта кетсем, ол қатты кету керек. Кәдімгідей оқып 4-5 жылыңды арнап, содан кейін келіп, сол жаққа, өйткені режиссерлық деген ол ойбай өте үлкен мамандықта. Жүгі ауыр, жауапкершілігі ауыр. Сондықтан ол жаққа оқу кетсем, ол қатты кету керек. Ал тиіп қашып оқып, заочный біреудің диплом үшін ол маған ешқандай пайдасын бермейді. Мүмкін қағаз үшін керек шығар. Ал былай, мен енді өзіме режиссерлық жағынан өте жоғары планка қоймаймын.
ана же фестивальдан ұту, мына сыншыларды таңғалдыру, маған қарапайым халық театрға бірінші рет келген, сол халық қызық маған. Сол көрермен қызық. Әрине бар, театр көрерменді жетелеу керек, мысалы, бірақ кейде театрда көрерменнің ырқына бағыну керек, түсу керек. Мысалы, ағайымыз бар, ол театрды жетелейді. Менің мақсатым басқа. Менің мақсатым стройка үшін келген, стройкадан шықпайтын адамның театрға келуі маған. Сол қызық. Өмірі, елуге келіп, өмірі театрға бармаған адамның келгені қызық маған. Мен сол театрды әлі танып білмеген адам үшін қойылым қоямын. Солар келіп бір көрсе, ох деп аздап түсінсе, бетіп берем, одан кейін барып, бұл кісі менің 200 спектаклін көргеннен кейін Нұрғанат ағайым спектакліне келеді, опера балет театрға, басқа театрға келеді. Маған осы қарапайым көрермен келгені қызық, сол үшін жұмыс істеймін. Тағы бір әңгімеңді айтыпсың, маған қойылым қою өте үлкен қорқыныш. Сол қорқынышты әрең жеңіп барып қоямын деп. Ол қорқыныш жаңа сыншылардан қорқыныш па, не қорқыныш? Жоқ, сыншылар. Мен айттым ғой, сыншы үшін жұмыс істемеймін. Не қорқыныш ол енді? Жалпы жауапкершілігін өте өзіме үлкен жауапкершілік қоямын. Ол үлкен минус. Сол жауапкершілік мені көп нәрседен тежейді. Мына болмай қалады-ау, ят болады-ау, нетпей қаламау деген осы жауапкершілік көп нәрседен тежейді. Спектаклі көрерменге ұнамай қалу деген қорқыныш қой. Көрерменнің үмітін ақтамай қалу, берілген дүниені өз болмысымен ешкімге пайдасы тимей, ешкімге әсер етпей, дүниені шығару, осыны жасай алмай қаламау деген қорқыныш. Сол үлкен жауапкершіліктен бұл менің бір үлкен минусым. Сол қорқыныш. Актерлықтан емес, жаңа режиссерлықтан шамам келмей қалады-ау деген қорқыныш. Жаңа айтып отырсың ғой, өзің құрылысқа келген адамның театрға келуі қызық деп. Ондай адамдарды кездестірдің бе? Қайдан білесің ол адамдардың келіп жатқан театр? Ол жазып жатады, театрға бірінші рет келдім. Жақсы нәрсе екен ғой деген көрермен, сол нәрселер қызық маған. Ой, мында келіп тұру керек екен деген осындай пікірлер жазып жатады. Сол көрерменнің сол келгені маған қызық. Оларға сонда қалай ойлайсың, сенің қойылымдарыңда не іліп алды оларды, не ұнады? Білмеймін, енді әртүрлі қойылымдар ғой. Мен енді мысалы комедия қойған кезде сол келіп күліп кеткеннің өзі мен үшін үлкен жетістік. Өйткені қазір 1,5 сағат, 2 сағат бір жерге барып арнап отырып демалып ойыңды арылтудың өзі өте қиын процесс болып кетті. Қазір 5 минут отырып қалсаң бітті, ана проблеманы бір келеді. Сол келіп 1 сағат ештеңені ойламай демалып күліп қайтудың өзі мен үшін үлкен жетістік. Сол көрермен егер сөйтсе. Өйткені оның жаңағы жүрек нетіп қалады ғой. Не басып қалады. Клапандар жұмыс істемей қалады да, жаңағы жұмыс деп бүйтіп. Сол театрға келгенде кіші деп клапандар ашылады да, театр мақсат сол ғой, эмоционалдық. Қан жүгіреді. Ух деп, деп күлгіп, жымиып, өйткені бір ретте келмеген адам мен 10 рет театрға келген адамның айырмашылығы білінеді. Театрдан шыққаннан кейін кішкене жымиып, жан-жағына күлімдеп қарап, сондай күйге жетсе, үлкен жетісі. Өйткені бізде қазір көшеде мейірімділік жоқ, езу тартқан адам жоқ. Осы проблема мен үшін үлкен проблема. Шопырдың бәрінің мына жерге әжім түсіп кеткен. Кімге қарасаң да бүйтіп айдап келеді. Әсіресе Астанада. Бүйтіп айдап келеді да. Сол бір-біріне жымию, күлу деген жоқ. Бәрін біреуге ей деп қалсаң, не деп шығады да. Неге осындай болып кеткенбіз? Ал ойлаймын, театр сол қабақты ашудың үлкен бір құралы. Тағы бір сұхбатыңда бізде жазылып жатқан жақсы пьесалар жоқ, жақсы драматургтер жоқ деген екенсің. Әлде сол пікірдесің ба, жоқ әлде пайда бола бастады ма соңғы уақыттарда? Жоқ деуге келмейді, аз деген шығар, өйткені аз салпы-салпымен санарлық десем де болады. Жетіспейді. Қалай көбейтеміз, не істесек болады? Оқыту керек. Өйткені жазу қазір кинода ғана шығар, театрда жазу ақша бермейді адамға. Содан кейін сол нәрсемен ауыратын адамдар өте аз, саусақпен санарлық. Өйткені пьеса жазу, кино жазудан да қиын меніңше.
пьеса жазу, оны жазу қанша уақыт керек, қанша зерттеуің керек жан-жақтылық. Ол сен театрға апарып бердің, театр оны саған түгел ақшасын ақтап бере алмайды, мемлекет ақтап бере алмайды. Сондықтан мүмкін драматургия келіп жатқан мамандар өте аз шығар. Бар, бірақ мен деп жарып жатқандар өте аз. Жастар тіптен де аз. Бар жазып жатқандар, бірақ білмеймін енді көңіліңе қонымды емес, бір арзан дүние, тереңдігі аздау, осы бізде жазу жағы кенжелеп қалған олда. Проза жағын айтпаймын, енді осы пьеса деген нәрсе. Кинода да солай, енді қазір қарап жатқан сериалдарымыз, үлкен метрлі фильмдеріміз бәрі сұмдық дүние деп айтуға қиын. Ал киноның, спектакльдің фундаменті ол драматургия. Сол жағынан әлі де сол пікірден. Мүмкін бірақ енді басқа театрлардың премьераларын, киноларды көріп жүрміз ғой. Әлі де сол пікірден аз, жоқ деп айтамын, бірақ аз. Бізде көп актер ғана, актер баршылық шүкір көп. Режиссерлар кішкене ол да аз. Бізде қазір театрдан режиссурасында кім жастар деп айтшы, саған бір 5-6 адамды айтады, бүкіл театр әлемі. Қалғандары енді бірде атады, бірде атпайды, жоқ. Оның біреу Дәурен Серғазин, оның өзі мен бәрібір режиссер болмаймын ау деп отыр. Мені театр әлемінде режиссер деп атамайды, мен өзімде де атамаймын, өйткені мен сияқты. Енді кинорежиссер емессің ғой. Жоқ, театр әлемінде деймін да, мен сияқты қойып жүрген актерлар өте көп. Режиссер жоқтықтан, амалсыздан актерлар қазір режиссер болып жатыр. Оның енді жақсы қойылымдар қойылып жатқандар бар. Бірақ егер режиссерлар көп болып жатса, актерлар режиссерлыққа бармайды деп ойлаймын. Мынандай ой жоқ па, мысалы қойылып жатқан көп спектакльдер, мен енді өзім театрға керемет жиі барам деп айта алмаймын, бірақ сол шақырған кезде, барған кезде көп қойылымдарда өзектілік жоқ сияқты болады. Қазіргі кейіпкерлерден гөрі бір өткен уақытты аңсап тұратын кейіпкерлер, жаңағы ыңғай хандар, билер, баяғының әйелдері, сосын қай жерге барсам да қызыл орамалды Шынарымның кейіпкерлерін көремін мен ылғи мысалы. Неге сондай? Неге өзектілік жоқ? Неге қазіргі заманның, мысалы, Пранк махаббаттағы сияқты қазіргі заманның адамдары? Енді бір-екі қойылымға барып, кез келген адам осындай пікір келеді. Бұл пікірді ауыстыру үшін бір театрдың сіз кем дегенде 10-20 қойылым қою керек. Әр театрдың бары 5-5 қойылым. Өйткені сіз енді соған түсіп қалып жатсыз да. Кез келген театрда тарихи қойылым, өзекті бүгінгі күннің қойылымы, комедия, драма, трагедия, мюзикл бар, сказка бар, кез келген театрдың репертуарында осындай ауқымды спектакльдер бар. Оның бәрін көру керек те, содан кейін барып пайымдау жасау керек. Өйткені театрдың көрермен әртүрлі болғаннан кейін театрдың қойылымдары да әртүрлі. Тәрбиеге бағытталған, жай тарих бір кісінің тұлғасын көрсетуге ғана арналған, тек күлкіге арналған, ештеңе айтар ой жоқ, бірақ адамды күлкіге қарық қылады. Осындай әртүрлі театрдың политикасы сол. Әртүрлі көрерменге, әртүрлі көңіл күйге, мақсатқа бағытталған қойылымдар қойылады. Сондықтан мен өзектілік бар дейсің. Өзектілік міндетті түрде қойылымда бар. Жаңа жауаптың мәселесіне келе салайыншы, неге бізде жақсы пьесалар жазылмай жатыр, жақсы драматургтер шықпай жатыр, аз болып жатыр, неге жас режиссерлар театрда көрінбей жатыр? Жалақы табыс аздықтан ба, жоқ әлде басқа себептер бар ма? Табыс аздықтан емес, бізде режиссерларды оқытатын мамандар өте аз, ұстаз аз. Өйткені біздің мықты қазіргі енді ағайларымыздың бәрі Ресейдің көбісі оқып келген. Ал бізде сол бір система, бір өзіміздің қайнап, қыжынап, бір-бірімізді көріп, сол кішкене өсу процесі жоқ та. Драматургтерді оқытатын адам өте аз. Неге сол ағайлардың шәкірттері Ресейге барып оқып келіп, неге сабақ бермей жатыр? Енді мүмкін Қарабастың қамымен кетті ме бәрі? Иә, міндетті түрде. Қазір Қарабастың қамы менің ойымша бірінші орында. Ауру жандар аз бізде, жақсы мағынада. Ауыратындар. Мына шетелдің көп драматургтеріңіз қарасаңыздар, жаңағы бір психикалық ақаулары бар, ауру бар, солмен ауырады, солмен өмір сүреді. Ол үшін олар содан пайда табу керек. Бізде өйтіп ауырайынса емдетіп жіберемін. Бізде ауыратындар аз. Өйткені менің өзім актерлікпен ауырайын десем, маған да табыс табу керек. Мен анда кетем, дубляжға кетем, мында кетем. Бізде сол өсірді ғой, сен мысалы бүкіл пәнін білуің керексің да. Тарихты да, ал шетелде мысалы физиктер мысалы тарихты білмеуі мүмкін.
шетелде береміз, енді мүмкін көбісі. Сол аурума бітті, олар математик па, математик, олар тіпті шеге мен балға қағуды білмейді. Бір жақсы жері бізден жан жақты қылып өсіреді, бізді анадан білуің керексің, мынадан білуің, бірақ бір мамандықпен бүйтіп түбегейлі зерттеп түбіне жететін нәрсе бізде өте аз. Сондықтан не істейміз, қалай көбейтеміз оларды? Қалайша біз заманауи драматургтерді шығарамыз? Ол үшін жастарды қалай мемлекеттік бағдарлама болу керек, соны қолдайтын. Келіс, Ресеймен, немесе шетелмен келіс, мен саған 20 баланы жіберейін, ақшасын өтейін, 4 жыл оқытып бер, қайтар маған болды. Мысалы, элементарный, мен қазір енді қарапайым нәрсе айтып отырмын, оқыту керек. Өзімізде ғана емес, шетелге бар. Өйткені Ресейдің әр театрын қарасаң, репертуар бір-біріне ұқсамайды, авторлары ұқсамайды. Біздің бүкіл театрдың, Қазақстан театрының 80% репертуары бір-біріне ұқсас. Қызыл орамал шынарым бүкіл жерде сол да. Өйткені көрерменге керек сол, басқа жақсы пьеса жоқ. Қандай пьеса бар? Мына пьеса бар, бітті. 5-6 театр соны қояды. Біз қазір ашпыз жақсы пьесаларға, жақсы дүниеге. Современ драматургия мүлде бізде жоқ. Мүлде жоқты мен біреу ренжіп қалуы мүмкін. Бірақ енді бүкіл театрларымызға шаққанда жоқ деуге болады. Ал қайта-қайта Ресейді мақтай бердім ғой. Бірақ театр енді ояқта өте көп, олақты фестиваль да көп, драматургтерді оқытатын мамандар да көп. Қыжынап атқан, қайнап атқан өмір. Бізде сол жағасы. Оқыту керек, меніңше. Сын қалай бізде? Сын бар ма мысалы? Енді көрерменнің ұнады, ұнамады деген сыннан басқа, мысалы Әшірбек ағамыз кеткеннен кейін, мен қазір бір мынау театр сыншысы, осы кісі міне айтқан жақсы болса ол жақсы, жаман болса жаман деген нәрсе қазір естімеймін мысалы. Сыншылар әрине бар, ол да аз. Әшірбек ағамыздай сыншы қазір енді бар деп айта алмаймын, бірақ енді сол кісілердің шәкірттері бар. Бір әйтеуір сыншы деп айтуға келетін 10 адамнан аспайтын шығар. Бірақ кейде мысалы шынымен де шетелге барып фестивальдерге қатысасың да сынды естіп. Соң өзіміздің фестивальдерге сынға келген кезде көрініп тұрады жер мен көк. Біздің сын, о жақтың сыны. О жақтың сыны басқа деңгейде. Өйткені о жақта театр ауқымы үлкен, репертуар үлкен, айтым ғой ғылым болып кеткен. Бізде жаңағы мынау жер, мына жер онша емес. Бүйтсең сөйте ондай сындар да бар. Әрине жақсы сыншылар да бар, бірақ бүкіл жерде емес. Енді соңғы фестивальдерді бізде бүкіл фестивальдерде жюриде сыншы отырмайды. Сыншы сымақтарды да шақырады, актерларды отырғызады. Ол да дұрыс шығар. Одан кейін енді мына жерің онша емес деп ондай да сынды істейміз. Енді өзіміз соған сай шығармыз мүмкін. Жаңа драматургтердің мәселесін әлі ойланып отырмын да. Жақында ғана Нұрлан Қоянбаев дара қорының қолдауымен мобилографтардың байқауын өткізді. Сөйтіп соның ішінен 20 жігітті Нью-Йорк фильм академиеге оқуға алып кетіп бара жатыр. Былайша айтқанда заманауи технологияны, заманауи дағды дейміз ба, жаңа бір сондай қажет, қазіргі заманға қажет болған сондай бір мамандықты үйретуге алып кетіп бара жатыр. Енді осы нәрсені біздің драматургтерге де қолданса жақсы болар екен деген ой келіп отыр. Жарыстар бар бізде. Жарыстар драматург бойынша, пьеса бойынша жарыстар өткізіліп жатыр. Жоқ, жаңағы шетелге алып барып оқытатын деген мүмкіндік. Енді көрдіңіз бе, мобилограф ол қазір бір айда үйреніп алатын мамандықтар да. Ал драматургия ол немесе ішінде болу керек та, ол болмысынан баладан солай өсу керек. Немесе 4 жыл оқып, 5 жыл оқыған адам болу керек та. Ол көрінген адам драматург бола алмайды. Сондықтан сол оқыту жағын мемлекет тарапынан қолға алу керек меніңше. Ресейде қалай екен, мысалы олар қайда оқытады екен өздерінің адамдары? Енді олар мектеп қалыптасқан деп тұр. Олар өздерінде оқытады. Жақында Прибалтика елдері жақын оларда, Европа жақын, бірақ өздерінде де мектептер өте терең, өте үлкен. Қалыптасқан мектеп. Енді өзің жаңа дубляждан былай табыс табамын деп жүрсің. Одан бөлек TikTok-тан да көріп жатырмыз. Мемлекет басшысының үлкен іс-шараларында сен хабарлайсың, сенің дауысың шығады. Алдарыңызда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы. Оған қаншаласын десе. Жоқ, оған қаншаласын сол кезде мүмкіндік болып қалып, өзіңнің мәселеңді көтеріп жүрмейсің ба деген. Жоқ. Бұның бәрі маған сұмдық ақша тауып отқан табысым деп айта алмаймын. Жоқ, мен ол қанша табасың деп сұрап жатқан жоқпын. Дубляж болсын. Мәселені көтеруді айтып отқаным ғой. Енді білмеймін, мен енді көлеңкеде жүрген жақсы көремін, сондықтан. Білмеймін, ол негізі биыл бір айтылды, мысалы 600 қойылым отандық драматургтерден қойылу керек деген тапсырма берілді. Енді қойылу керек, бірақ ол тағы науқанға айналып кетпей ме? Мысалы 600 спектакль екенде ертең жұрттың бәрі пытырлатып, сосын кейін
әйтеуір не болса да жалпы біз театрды президенттің, әкім, депутаттардың аузынан театр деген сөз естілсе қуанып қаламыз. Ар жағы не айтылып жатыр? Мына театр деген кезде, театр жайлы бірдеңе айтты ғой, театрға бірдеңе болады ау деген бізге қазір сондай күйге жеттік. Біреу театр десе, театр аузына театр деген сөз түсті, шүкір деп сондай халге жеттік. Өйткені кішкене өте қараусыз қалды. Бұлай айтылады, бірақ қолдау жағы, не жағы. Енді мүмкін мемлекетке қаржылай пайда бермегендіктен театрға көп көңіл бөлмейді шығар, бірақ оның рухани жағынан көп пайда беретін олар біле бермейді. Мысалы, қайттан Ресейге түсем. Олар енді 1 жыл театр жылы деп есептеді. Олар өздерінің құнды дүниесі үшін өте қатты ұсталады. Театрын ешкімге бермей, театр үшін тура жұлқынып тұрады, соған дағдыланады. Өйткені біледі, мына өсіп жатқан бала театрға барса, ол тиктоктан да, сабақ мектептен де ата-ана бере алмайтын нәрсені алып шығатын олар жақсы біледі. Сондықтан оларда Ресейдің тарихын көрсететін, классикалық жаңағы царь, анау туралы қойылымдарды сұраныс өте көп. Ата-аналардың өзінде сұраныс көп. Өйткені біледі, балам сол жақтан көп нәрсе алады. Өйткені ол жақта құндылықтар жатыр, ол жақта кодтар жатыр, ұлттық кодтар жатыр. Соны біледі, біз кішкене түсіре бермейміз. Театр деген барып кететін нәрсе. Жоқ, ол енді театр табыс таппайды дегенге келіспеймін. Неге? Себебі театр өнер бұл жұмсақ күш, soft power. Корея, мысалы, бүкіл әлемді мойындатып, бір ғана сериалымен миллиардтап табыс тауып жатыр. Қазір барлық мүмкіндігі ашық. Бізден де мықты-мықты сценаристер, мықты-мықты драматургтер, актерлер шығатын болса, ертең олар фильм, сериал түсіретін болса, мемлекетте одан ұтылмайды деп ойлаймын негізі. Енді рухани әлемді былай қойғанда, мен таза экономика жағын айтып жатырмын. Олар көрдің бе, оны коммерциализация да, мысалы, бір дорамада олар бәленбай, кәдімгі үлкен, мысалы, Фенди сияқты, Дольче Габбана сияқты фирмалармен жұмыс істейді. Солардың брендімен жұмыс істегеннен кейін олар жарты ақшаны содан алады. Жарты ақшаны мемлекеттен алса да. Бізде театр ондай емес, барлығын мемлекеттен алып отыр ғой. Сол қате емес па? Билеттің бағасы максимум 2-ақ мың ба? Иә. Максимум. Бізде театрдағы менеджмент ақсап жатыр деп ойламайсың ба? Меніңше өте қатты ақсап жатыр менеджмент. Ақсап жатыр, иә. Мысалы, жастар театрының басшысы қазір әнші Досымжан Таңатаров. Енді ол кісінің азаматтығына, патриоттығына біздің ешқандай күмәніміз жоқ. Бірақ жалпы осындай азаматтардың театр басқаруына өзінің көзқарасын қалай? Қазір театрға міндетті түрде театрлал адам болсын. Жоқ, мен менеджмент жағын айтып жатырмын, керісінше. Енді ол кісі енді жақында ғана тағайындалды, бұл қарқынды енді алып жатыр. Оның алдында әділ басқарды. Оның алдында енді Досымжан ағамыз 2 жыл орынбасар болды. Сондықтан ол кісі түсініп қалды, біліп қалды, сіңісіп қалды. Сондықтан біз құптадық, ары қарай алып кетеді, осы бағытта ары қарай алып кетеді деген үмітпен, бізде үміт бар, сол кісі қойылды. Енді ар жағын барысын жұмыс көрсетеді, бірақ жалпы театрларда Алматы, Астананың театрларының менеджменті енді кішкене шүкір деп айтуға болады. Сондай бір шүкір емес, бірақ ал облыстық театрларда мүлде енді. Оның өзі алматылық театрларда экраннан шығып жатқан актерлар бар да. Ол көрерменге қызық продукт бере алады. Өйткені көрермен келген кезде, мына кісіні танимын деп келеді. Облыстағы театрлардың жағдайын айтсам, енді мүлдем күңіреп кетуге болады. Актерлардың жалақысы аз, декорациялар жұпыны, жарық жоқ, дыбыстың түрі анау. Осының барлық менеджмент қой. Менеджер тек қана мемлекеттен берілетін ақшаны күтпей, мүмкін басқа да қаржы көздерін тауып, ол өте қиын. Театрда қаржы табу деген мәселе ол өте қиын. Неге қиын деп ойлайсың? Сен режиссер, актер ретінде айтып отырсың. Енді мен мысалы жер айталық, қойылым қойдым, шығардым, 500 адам келді, 2000 теңгеден билет алды, 300 адам келді деген. Енді ол қанша табыс береді? Ал сенің жағып атқан жарығың, істеп атқан адамдарың, сол 300 көрерменге бір қойылым көрсету үшін қанша еңбектеніп жатыр. Өте қиын процесс. Билетті неге қымбаттатпасқа мысалы? Кинотеатрға мысалы кем дегенде 2,5 мың теңге, ең арзан дегенде 2,5 мың теңге төлеп барасың. Ол бізге байланысты, бізден сұраймыз мысалы, жоғары жақтан біздің билетті қымбаттатуға рұқсат беріңізші, бізге рұқсат бермейді. Неге? Мүмкін білмеймін, мүмкін мемлекеттің балансында халықтың қалтасы көтермейді. Көтере алмай халық барау деп ойлауы мүмкін, сондықтан көтерткізбейді. Жоқ, мемлекет онда білмеймін, бір жолын ойластыру керек қой. Өйткені көрдің бе, кинотеатрға сұраныс, халық былай да мысалы, мен бүгін Форсажда отырмын деген
понт үшін көп барады мысалы. Егер мысалы мен бүгін пранк махаббатта отырмын, осындай бәленбай мыңға билетін сатып әкеп, мен мысалы бір адамды білем, 7 рет пранк махаббатқа барған. Ылғи билеті максимум 1000 теңгеден 2000 теңгеден сатып алады. Егер ол айтса, мен 5000 теңге сатып алып, пранк махаббатқа 7 рет келдім десе, ол уже басқа эффекті. Жоқ, біз өзіміз өткен ана не просто оркестра деген оркестрге 25000 теңге 2 билет алып бардық қой, үйдегілермен мысалға. Ол қараш, 3 жылдың ішінде қойдым, сол үлкен шоу жасады. Басында билеті оның 8000-нан басталатын. Бардық қой соған біз мысалға. Енді ол бізге Дәурен Серғазиннің ойнаған қойылымына неге бармасқа? Мен баратын едім. Бізге рұқсат бермейді. Біз өйткені мемлекеттік рұқсат беріңдер. Жоқ, айтып отырмын ғой, бұл жердегі жаңа менеджмент тағы да келіп соған тіреледі. Жартылай мемлекеттік, жартылай жекеменшік қылу керек па, театрлардың. Сондай бірдеңе қылу керек қой. Мысалы, Түркістан театры ашылды. Олардың жаңағы кішкене олар өзгертті, қолдарынан келді. Нені өзгертті олар? Билеттің бағасын. Олар өйткені шулатты, ойбай біз бөртені мынанша миллионға жасап жатырмыз. Жоқ, шулатты болғанда ол жердегі мен олар мемлекеттің балансында, мемлекеттік театр ғой. Иә. Бірақ енді көріңіз бе, спонсор мүмкін былай бар, оларда да 50 мыңға дейін, 100 мыңға дейін билеттер сатты. Иә, мен бардым, Бөртеге бардым, иә. Билеттер арзан емес. 17 мыңнан ба, 20 мың теңгеден ба алдық билет. Бөртеге бардық, иә. Значит, барады ғой, ақша бар ғой халықта. Барады, халық толып отырды, орын болған жоқ. Біз Алматыдан бардық, Түркістанға. Онда неге біз актерлардың өзін жаңағы жасауына... Демек сол ғой, менеджмент, бұл жерде де менеджмент. Ай, менеджмент оқыңдар дейсің. Жоқ, оқыңдар емес, біздің театрдың басшылары ойлану керек. Театр жақсы болсын десек, театр табыс тапсын десек, актерларымыздың жағдайы жақсарсын десек, ана сериалда, ана кинода жүгіртіп, на дубляжда берсем, на концертте жүргізбей, актерлардың жағдайын жасау үшін онда театрға ақшаны құю керек. Қаржы көздерін табу керек. Енді бұл жерде мен Дәурен саған салмақ салғым келмейді. Сен қазір актер ретінде, режиссер ретінде айтып отырсың да, ал мен оны продюсер ретінде қазір басқа жағын айтып отырмын. Сондықтан да негізі қаржы табуға болады театрға. Бірақ қиын нәрсе енді. Қиын емес негізі. Сендер жұлдызсыңдар ғой, Әділ Ахметов, Дәурен Серғазин, театр. Біз енді көріңіз, біздің жекеменшік театр емес. Жекеменшік театр, бірақ сендер ойнайсыңдар ғой сол театр. Біз Астанаға, біз мысалы қаланың театрымыз, біз әкімдікке қараймыз. Әкімдік бізге қандай нәрсе өртіп айтады? Әкімдік бізге қарайды. Біз соны орындаймыз. Ай, әкімдер біз сендерге айтып жатырмыз қысқасы. Көмектесіңдер актерларға. Жоқ, олар көмектескенде, олар айтады, қазір бізде ақша жоқ дейді. Әңгіме белгілі нәрсе. Жоқ, енді олар қарашы, қаншама халық Дәурен үшін барады театрға. Сол ғой, мен сол үшін айтып отырмын. Театрларға мүмкіндік беру керек. Театрларға өздеріне қаржы табуына мүмкіндік беру керек. Ал сол кезде қаржы таппаса, онда менеджерлерді ауыстыру керек болады. Онда иә. Енді біз қазір біздің көтерсе, онда бүкіл театрлар көтереді, оларды да көтеру керек. Сондай қорқама. Сонда бәсеке болады. Болады, жаңа заман ғой. Неге біз бәріміз бір ғана мемлекеттің бетіне қарап отырмыз? Театр үшін бас ауыртатын адамдар жоқ. Жоғары жақта. Қалай жоқ? Жоқ, біз енді мәселе көтеріп жатырмыз, көрдің бе? Осыдан ары қарай кету театрды қорғайтын адам болу керек ол үшін, жоғары жақта. Қорғап ғой, сен бағандан бері қорғап жатсың бәрі. Жоқ, ол біздің жаяудың шаңы, біз қарапайым адамны кім естиді бізде? Дәурен, сен мынаны қара, сен өте танымал актерсың, өте талантты актерсың. Сен өзіңе білінбейтін шығар, бірақ біз көрермен ретінде, журналист ретінде айта аламыз. Сен Қазақстандағы бетке ұстар топ 5-тің ішіне топ 10-ға кіретін актерсың. Сен де әділде. Бірақ жаңа өзің айтып отырсың, мен сұхбатқа аса қызықпаймын, мен жұмысым режиссер, мен жұмысым актер. Түсінем. Міне көрдің ба? Сенде егер өздерің айтпасаңдар, жыламаған балаға емшек жоқ. Біз жыламайды дейсіздер ме? Біз жылда жылайды. Бізде театрлар жиналады, бұл мәселе қозғалады, диссертациялар қорғалады, бірақ эффект болмай жатыр ғой, значит, басқа методтарды көру керек. Енді басқа методтарды. Қасыңнан президент өтіп бара жатыр, сен оны объявлять етіп тұрсың. Жаңа айтып отырмын ғой, иә, микрофонды ұстап тұрып айтып тұрған кезде, ассалаумағалейкум. Ол жоғары жаққа да жетеді, бірақ бірден бізге жай-жайдан істейді да, өйткені білмеймін енді ол. Біз енді политика деген саясат, бір жазушы айтты ғой, масаның несін көріп педіңіздер дейді, ауыр сөз болса да, зәрін көріп педіңіз дейді, саясат деген одан да көрінбейтін нәрсе дейді. Сондықтан о жақ қалай барады, қалай не істеп жатыр, біз біле бермейміз. Сондықтан біз әйтеуір шүкірлікке үйреніп қалғанбыз да, шүкір осы күнімізге, біз театр аштық, көрерменіміз бар, зданиеміз бар, болды, бізді танып жатыр, болды. Әрине жаның ауыратын, қозғалатын мәселелер өте көп, бірақ енді жоқ, жасау керек, қимылдау керек. Мысалы, биыл ана қайсет Гауһартас қойылды ғой, мысалы шулатты, иә? Қаншама халық TikTok арқылы танып, барлығы. Әйтпесе ол бұрыннан қойылып жүрген қойылым. Жасауға болады. Пранк махаббатын мен айтып отырмын, бір адам қызды білем, кәдімгідей 7 рет барған ше, 7 билетін сақтап қойған үшін 7 рет бардым деп.
Ол тағы да барады әлі болашақта, ол қойыла беретін болса, ол әлі бара береді. Өйткені ол жерде басты рөлде Дәурен өзі, режиссер Дәурен Серғазин. Қолыңда әдіс тұрған кезде, қолыңда күш қайрат тұрған кезде, ертең сен өмір бойы жаңағы жас режиссер, жас актер болып жүре бермейсің, қолыңда тұрған кезде, темірді қызған кезде соғып қалу керек. Театрда Бұл ертеңнен Жоқ, бұл ойда айтылу керек негізі. Келсетін шығарсың кейбір жерлерде. Жоқ, айтылып жүр ғой енді. Бірақ ол істеліну керек. Істеліну керек енді. Мықты менеджерлер келу керек деп ойлаймын мен, бәрібір. Бізде ал мықты менеджер шақырғымыз келеді мысалы. Осындай, бірақ оның жалақысы аз ғой. Бізде қазір анау свет, декорация, машин сцена жалақылар не істейсіз, күлесіз. Келмейді ешкім. Сенің жалақың қанша мысалға? Мен білемін, 200 мың ба қанша? Иә, соның айналасы. Максимум ғой сенікі еще да, 200 мың. Тәжірибелі, аты дардай. Жастарды айтпай-ақ қояқ енді келіп жатқан. Соның айналасы. Қалған кадрлардың жалақысын айтпай-ақ қойды. Келмейді ешкім. Келмейді ғой, менеджер, әрине менеджер ол жерге айлық табу үшін емес. Байланыс орнап сол жерде дамыту үшін. Ол үшін былай істеу керек, қара. Көріңіз, ауру адам табу керек та, театрмен ауыратын адам. Мықты менеджерлер бар негізі. Қарапайым нарықтағы логикасы былайынан. Сендер егер жақсы спектакль қойсаңдар, билетін жақсы қоятын болсаңдар, ол спектакльге адам барады. Сосын ол спектакльге драматург болғысы келеді, режиссер болғысы келеді, актер болғысы келетіндердің сұранысы артады да. А сендер айтасыңдар, все, 60 мың теңге зарплатаға келіңдер дейсің. Ешкім бармайды ондайға. Кім ондай бұл жерде мынандай болып тұр ғой, контент бар, менеджмент жоқ. Зато контент та көбейеді. Жаңа өзі айтты, мысалы, аз өзекті нәрсе. Келіп сататын болса контент, онда бәрі өзгереді. Жалақы өзгереді. Жоқ, шынымен ғой, енді мен продюсер ретінде мен солай көремін бұл проблеманың шешімін. Мысалы, көп компанияларға жұмыс істеуге барасың да, мысалы, мына жер жұмыс істемей жатыр. Неге? Ол бизнесті қалай дамыту керек? Демек, бұл жерде біз мынандай компанияларды қосамыз, біз мыналармен меморандум отырамыз, біз мыналармен коллаборация жасаймыз, біз белгілі брендтерді шақырамыз, бізде осындай танымал актерлер бар. Келіңіздер, Дәурен Серғазин бар, Әділ Ахметов бар. Келіңіздер, біз былай жасаймыз, Мирғат Амангелдин бар. Барлығы қазір ол жұмыс жасалынып жатыр ғой, көрдіңіз бе енді? Бізде жаңағы жақсы спектакльдер бар, бірақ жоқ, аз емес, бар. Әр театрдың өзі, әр қойылымның өзінің көрермені бар, аншлагпен өтеді. Ол жағынан мен дауым жоқ. Билеттің бағасын көтере алмаймыз, бір. Мемлекеттік стандарт өйткені. Мемлекеттің бізге жылына беретін ақшасы бар, болды. Одан артық сұрасаң, жоқ деуі мүмкін, немесе одан да басқа проблемалар жетіп жатыр ғой. Сол берілген ақшаның айналасында біз қойылым қойыламыз, мысалы, анаған жеткізіп, мынаған жеткізіп. Сол көп нәрсе театр енді рухани жаққа көбірек бағытталғаннан кейін, мына жағы бізде ақша жағы, материал жағы кенжелеу нәрсе, ол да бәрі сол театрдың күшінде емес, өз қолында емес сол нәрсені өзгерту. Егер частный театр болса, онда бір нәрсені өзгертуге болады. Сол үшін ғой айтып жатқан, біздің мемлекеттік біраз театрлар жартылай жеке меншікке жіберу керек шығар, сонда тірлік өзгереді. Дүние жаңарады. Мүмкін болашақта соған келетін шығар. Келу керек деп ойлаймын. Себебі мемлекеттің бетіне қарап отыр. Нарықтың заңы сол, сендер соған келуің керексіңдер. Себебі біз жаңа Ресейді айтып жатырмыз, Кореяны айтып жатырмыз, барын қараңыз, олардың барлығы тек бір мемлекеттің бетіне қарап отырған жоқ. Ол жақта да мықты жекеменшік театрлар бар. Қазірінде өте бағалар, билеттің бағаларын қарасаңыз, 2000 теңге, 1000 теңгеден әңгіме жоқ. Ол жерде тіпті есіктің алдына тұра алмайсың 2000 теңге. Ол бүкіл театрға қараңыз, ояқтың мемлекеттік театры мен жекеменшік театрдың жағдайы бірдей. Билеттер сондай қымбат, сондай орын жоқ. Біріншіден халқы соған үйренген, бірінші класстан бастап халықты театрға тәрбиелеген болды. Екіншіден билеттің мемлекеттен де осылай ақша алады, осылай күн көреді. О жақта көңіл бөлу, көріңіз бе, үлкен. Одан кейін бізге адамдардың да мамандардың да жалақыларын көтеру керек, өйткені 80 мың теңге алатын әкімшілікте жұмыс істейтін адам қалай саған 2000 теңгеге театрға қойылымға барады? Жоқ деген 4-5 мың теңге кетеді. Сол көріңіз бе, сол бір-біріне байланысты. Солай. Барады десек. Енді бару керек. Бірақ енді өзі 80 мың теңге алатын адам 15 мың теңге қойылымға барып сен жылайды ғой. Енді күнде барып жатқан жоқ, айына бір рет қойылады ол мысалы. Мәселе билеттің бағасында болмау керек, мәселе адамдардың жалақысында болу керек та. Адамдардың жағдай жасаған кезде олар өздеріне ақ барады. Кез келген қойылымға барады. 20 мың десе де, 30 мың десе барады. Жағдайды да жақсарту керек. Ол да бір енді бұл өз алдына бір бөлек әңгіме. Деп екінші сағатын бастайық интервью. Дәурен, көп рахмет. Енді біраз тақырып талқыладық. Жақсы ойлар айтылды деп ойлаймын.
Келесі қонаққа қойып кетер сұрақ болса, Мархабат. Осы сұрақты қояйық келесі қонаққа. Қалай театрдың деңгейін, менеджментін ба, жалпы жағдайын қалай көтеруге болады? Не істеу керек ол үшін? Именно театрдың. Именно театрдың. Қазақ театрларының. Біз енді қазір кино дейтін болсақ, кино шүкір бізге бір жолға түсіп қалды. Көрермені бар, ақталып жатыр. Ол жерге бизнесмендер келді, көрдің ғой? Бизнесмендер келді, қалай дамытты? Продюсерлер келді. Жеке меншіктер келді. Бұл жерге де ақталып жатқаннан кейін бизнесмендер кіріп ақшасын салып жатыр. Театр ақталмайтын дүние болған соң бизнесмендер. Неге ақталмайды? Театр ақталады деп ақталу керек. Сонда ақталатынға айналдыру керек. Ресей қойды ғой жолға. Неге біз қоя алмаймыз? Қоямыз. Қою керек, иә. Сұрақ түсінікті. Дәурен көп рахмет. Уақыт тауып бізге сұхбат берген. Мазмұнды болды әңгіме. Иә, шығармашылық табыстар тілейміз. Сіздерге рахмет. Сіздерге де. Бос уақытында TikTok-тан көріп тұрамыз. Неше түрлі ағаштан нәрселер енді тамаша, керемет. Өзің бір одан демалатын сияқтысың ғой, иә? Иә, өйткені ағашты өзім жақсы көремін, ағаш шоңған жақсы көремін. Ағаш шоңған кезде жаңағы кішкене ми, сана бәрі демалады. Содан кейін жаңағы сол нәрсе ғой, менің ойлаған нәрсем шыға ма, шықпай ма? Одан да жақсы дүние шыға ма, шықпай ма? Одан кейін бұл жаңағы ол да жабайылық, ешқандай оқымаған. Сол жабайылық қаншалықты мені жақсы дүниеге жасауға жеткізеді. Осындай қызық, өз-өзіме қызық болып тұрады. Не шығады екен? Тағы қандай өнерің бар? Ән айтасың, би билейсің, ойнайсың. Композитор, өзі шығарасың ғой сен әндеріңді. Режиссерсың, ағаштан әртүрлі бұйымдар жасайсың. Тағы не қолынан келеді? Темірмен де бірдеңелермен істемейсің ба әйтеуір? Жоқ, темір. Сурет саласың? Сурет жоқ, қатты салымы деп айтамаймын. Менікі сол ағаштың айналысы, жаңағы сувенирлер жасаймын. Кепкен қураған ағаштарға жан бітіремін десең. Осындай нәрсені жақсы көремін. Қалған бәрі енді театрдың айналасы ғой. Үйде тағы не істейсің? Үйде жаңағы майда-шүйде мебель болса жасаймын, жаңағы полкалар, декоративный, жаңағы бір жерге сондай жасағанды жақсы көремін. Содан кейін енді үйдегі майда-шүйде тірлік менің мойнымда жақсы көремін. Техника, тоқ, сондайларды жасағанды ол. Қанша жыл болды? 30 жыл болды ма театрға? 20? Жоқ, бізде 16 жыл болды. 16 жыл болды. Баспаналы болдың ба? Иә, арендный жилье, театрға берсе, арендный жильеда тұрады. Арендный жильем бар. Әлі сол жақта тұрасың ба, әлде басқа үй алдың ба? Жоқ, арендный жилье. Арендный жилье деген сонда? Арендасын төлеп тұрасың, бірақ сенікі емес. Енді сатып алсаң болады, бол ақшасына. Өзінің бір бағасы болады ғой. Әлі бірақ сатып алған жоқсың? Жоқ. Сатып алғың келмей ма? Келеді. Сатып алғың келмей ма деген несі? Жоқ, ол үйде сатып алғың келмей ма? Жоқ, сатып алғың келеді. Менеджмент жақсарса сатып аламыз. Мүмкіндік болса дейсің. Мүмкіндік болса сатып аламыз. Әлі алған жоқсың демек. Жоқ. Түсінікті. Сатып алғың келмей ма? Ең бастысы енді ешкім қуып жатқан жоқ. Тұратын жерім бар. Театрдан да қазір жұмыстан шығарып жібермейтін шығар. Шығарып жібермейді, иә, сондықтан сондай бір жекешелендіруге құлшынып тұрған жоқпын. Мүмкін жағдайға да байланысты шығар, бірақ жекешелендіру керек. Өзі былай бытқа келгенде кішкене жалқаулаусың ба? Жалқаулық емес, бір иә, мүмкін жалқаулық шығар. Ол сенің приоритетің емес, быт. Иә, сондай бір дұрыс емес деп ойлаймын. Бүгінгі заман талабына сай сол жақты да ойлау керек. Сол жақты ойлағанда кенжелеп қалам. Жақсы, бізде бүгін қонақта болған режиссер, актер Дәурен Серғазин. Дәурен, көп рахмет. Сіздерге рахмет.